Терапия адамның өмірін қалай өзгертеді? Мына қараңызшы, біздер 7 жасқа дейін өмірлік сабақ алып алады екенбіз. Өмірлік ұстаным, өмірлік көзқарасты әке-шешеміздің қарым-қатынасы арқылы, бізге деген қарым-қатынас арқылы алып алады екенбіз. Осы ұстаныммен біз есейген шақта өмір сүреміз. Ал енді сол өмір сүріп жатқан кезіңізде сізге бір нәрсе, өзіңіздің бірдеңені былай жасап қоятыныңыз, бірдеңені дұрыс емес жасайтыныңыз білесіз саналы түрде да, бірақ сіз өз-өзіңізге жаңағы түсінбестен неге осылай жасаймын деп, неге мен осылай үнемі осылай қателесе беремін, немесе неге мен үнемі осылай қарызға кіре беремін деген секілді. Сонда бұның барлығын біз не істейміз? Терапия жасау арқылы дәл сол қазіргі жағдайыңыздағы себеп болған оқиғаны терапия барысында тауып, сол оқиғаға деген сіздің көзқарасыңызды өзгертеміз да. Яғни көзқарас өзгергеннен кейін сізге мына өмірде ол нәрсе уже проблема болмайды, және сіздің өміріңізден, яғни ол мәселе болмай шешіліп кетеді да. Көрдіңіз бе? Мына Алла тағала мынандай Рағд сүресінде айтады, пендем өзін өзгертпейінше, мен оның өмірін өзгертпеймін дейді. Осы жерде өзін өзгертпейінше деген сөз, ол өзінің осы балалық шақтағы алған ұстанымдарын өзгертпейінше, мен оның өмірін өзгертпеймін дейді. Сондықтан да егер де сіз осындай жаңа өмірлік бір мәселелеріңізді шеше алмай жүрген болсаңыз, үнемі бірдеңені қайталай беретін болсаңыз, сізге ол нәрсе ұнамайтын болса, онда терапия өтуге шақырамын.